Құрметті мұғалімдер, бізға сіздермен анимированный, яғни деректі фильм жасап көреміз. Ол үшін мынандай шаблонды аламыз да создать сейчас батырмасын басамыз. Осы батырманы басу арқылы ішінен өзіңізге қажетті сценаларды таңдап аласыз. Мен енді жануарлар туралы мысал сабақ жасасам, жануарлардың мысалы немесе биология мұғалімдері өсімдіктер туралы жерге жазамыз. Бізге керекті нәрсе тақырыпты кошка деп жаздым. Мысық туралы мысықтың сценаларын өстіп сақтап отырамын. Келесі плюсты добавлять етіп, тағы да держатель изображения, мына жерге мысық туралы видеолар қоюға болады, фотолар қоюға болады. Так, одан кейін қоршаған орта, мысалы үйдің суретін қойып, яғни мен жасайын деп отырған тақырыбым, мысалы мен жасайын деп отырған тақырып мысықтар жер сілкінісін сезеді, ол қауіптің алдын алады деген тақырып болатын. Сонымен осының бәрін жасап болғаннан кейін мына жерге текстті қойып, музыка қойып көреміз. Музыка бұл жерде енді деректі фильмге музыканы қоймай-ақ бұл жерге дауыс жазуға да болады. Мына жерде загрузить деп тұр. Сол загрузитті пайдалану үшін алдымен өзіміздің дауысымызды жазып алсақ болады. Диктофонға, соткаға жазып телефонға, одан кейін осы компьютер ағыңызға жүктеп, одан кейін осы загрузить батырмасы арқылы жаңағы әрбір сценаға қойып отыруға болады. Сөйтіп бесплатный просмотр немесе HD просмотрды басса болады. Сөйтіп деректі киномыз біздің сақталынады.